Шолпан Сәрсенбайға шыққан жылы өзіндей жас келіншектермен аулақта кеңескенде, баласыз өмірдің қызығы жоқ қой, деп аузымен ғана айтушы еді. Мал орны сатылып, жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен әлдеқалай өзінің сүйгеніне тиген Шолпан шынында бастапқы жылы бала керек қылмады. Ақ отаудың ішінде оңаша жатса да, яки күйеуін құшақтап жатса да, ол ылғи ішінен жасаған-ау, бала бере көрме деп тілейтін еді. Балалы болсам әдемі өмірім бұзылады-ау деп ойлайтын еді Шолпан. Бала туса күйеуімен екеуінің ортасына бір тікенек өсетіндей болушы еді. Қиюласып қосылған екі жанның арасына жат бір үшінші жан түскен соң екеуінің де жалынды, екпінді махаббаты бүлінер, бәсеңдер, суынар деп қорқушы еді Шолпан. Осы ойлармен талай түндерде, талай таң мезгілінде Тәңірден бала берме деп тілеп еді. Күн шығыстан ақ жібектей таң атып келе жатқан мезгілде өзге адам сәждеге құлап, маңдайын топыраққа былғап, тасқа ұрып Тәңірден бақытты тұрмыс, өшпес бақыт, кетпес байлық, әсіресе бала сұрайтын кезінде Шолпан күрсіне-күрсіне жасағанға бала бере көрме деп жалынып еді. Затында баланы жек көргендіктен емес, ері мен екі ортасындағы жібектен нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін, екі жанды бір-біріне қоса білген иманнан да ізгі махаббатқа басқа бір жан келіп тап салмау үшін бала болмауын тілеп еді Шолпан. Жас жүректің ұйтқыған ондай есалаң тілегі қабыл болды ма, кім білсін. Түскеніне 3 жыл толды. Шолпан құрсақ көтерген жоқ. Құрсақ көтермегеніне Шолпан шын разы еді. Ері мен екі ортадағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен бәсеңдемей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады Шолпан. 3 жыл бойы ері де ешбір уақыт бала жоқтамаған сықылды еді. 3 жыл бойы Шолпанның оттай ыстық, желдей жібек құшағынан басқа ештеңе тілемеген еді. Оның өмірінің басы да, аяғы да, ағызусі да, субханасы да Шолпан ғана сықылды еді. Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Шолпанның ерінің жанының терең түбінде қандай ой, қандай тілек жатқанын кім білсін. Әйтеуір Шолпанға осылай көрінуші еді. Қысқасы, Шолпан 3 жыл бойына оны осы ойдан қайтаратын ешбір сөз де естіген жоқ, ешбір іс те көрген жоқ. Дұрысы, баласыз өмір, бос өмір деген сөзді басқа талай адамдардан естіді, бірақ жаны сүйген жарынан естіген жоқ. Ғашық адамға Құранның аяты қасиетті емес, жарының сөзі қасиетті. Жарынан басқа адамның сөзін не қылсын Шолпан? Бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды. Бірін-бірі жетелеп, жыл соңынан жыл озды. Не керек, Шолпанның бала болмасын деген ойы бекігеннен бекіді. Бірақ жалпы жаратылыста да, адамның өмірінде де, адамның ойында да өзгерістің даярлығы болмаса, дәл өзі ұзақ созылып барып болмақ емес. Өзгеріс қашанда болса кенет болмақ. 2 ай, 3 ай күз дейміз. Сонда күздің келген адам 2-3 ай бойына сезім жүрмейді. Бірақ уақытта, айталық бірақ түнде әжімді жүзі жылауық күздің келгенін сезіп қалады. Шолпанның бала болмасын деген ойы да бірақ түнде өзгеріп шықты. Ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ қыстың ұзын кеші еді. Іңірде мал жайлап болған соң Шолпанның ері әңгімелесіп отыр үшін құрбысы Нұржанның үйіне кеткен. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді. 5 жылдың ішінде 3 баласы бар еді. 2 ұл, 1 қыз. Шолпанның ері Сәрсенбай Нұржанның үйінде ұзақ отырып қалды. Сәрсенбайды ұзақ отырғызған Нұржанның ұзақ әңгімесі емес. Оның 3 баласы еді. Әңгіме дейтін әңгімеде болған жоқ. Тек бәрі 3 баланың қызығына қарасып, мәз мейрам болысты да отырды. Нұржанның 2 ұлы былдырласып, өлең айтқан болысады. Білектерін сыбанып, алақандарына түкіріп тұшталаңдап, бір-бірімен күресеміз деп ұстаса бергенде, аяқтары бір-біріне шалынысып қалып, біреу жығылады, екіншісі оның үстіне жығылады. Үйде отырған жұрттың бәрі қар-қақ күліседі. Балаларды кезек-кезек шақырып алып сүйеді. Нұржанның әкесі немересін шақырып алып, асты-үсті, алды-артынан тіпті сүймеген жерін қалдырмайды. Әсіресе Нұржанның кішкене қызының қылығы, тәттілігі балдан да тәтті еді. Сәрсенбайдың Нұржанның үйінде осы балалардың ушуымен ұзақ отырып қалды.
Жұртпен бірге ол да қарқ-қарқ күлді. Ол да балаларды кезек-кезек сүйді. Нұржанның үйінде Сәрсенбай ұзақ отырып қайтуға шыққанда ауылдың бәрі жатып қалған еді. Қайтып үйге кірсе, Шолпан да жатқан екен, бірақ ұйықтаған жоқ екен. Шешініп Шолпанның қасына жатты да Нұржанның балаларының ісін, олардың тәтті қылықтарын әңгімелеп айта бастады. Өкілемей, күрсінбей, біздің баламыз жоғау деген уайымды айтпай, қайта күле-күле сөйледі.